Есімім Нөсер. Мені бір жаялыққа оралған күйі тауып алған кезде жауын жауып тұрған екен. Содан солай. Ұнайды өзіме. Әр кез өжеттігімді есіме салып тұрады. Күздің қара суығында сыр жерде таңға дейін жатсам да жеңілмеппін. Олар олай етеріме сенбесе керек. Сенсе бәлкім адамдарға жақындау қалдырып кетер ме еді. Менің жай ғана өмір сүргім келді. 4 жасымда жақсы адамдар мені асырап алмақ болды. Құжат жинай бастаған. Бір-бірімізге тезірек бауыр басып кетуіміз үшін бірнеше рет үйінде болдым. Ұнайтын. Дастарханда тәтті таусылмайтын. 4-еуін, мейлі 5-еуін жесең де қой демейтін. Қуыршақ сыйлады. Бірде олар маған. Өзгемен бөліспей өзім ғана ойнауға болатын қуыршақ. Өтініп сұраған соң оларды сол жолы ана, әке деп атап едім. Асырап алмадым бірақ мені олар. Анамның құрсағына ғажайыптың күшімен бала бітіпті. Мұны өзінен естігем жоқ. Тәрбиешім енді олардың келмейтінін жеткізіп, ренжімеуімді сұрады. Сол жолы өзге балалар: сен жаман баласың, ұнатпаған соң солай етті. Өз анаң да сені сол үшін тастаған. Сені енді ешкім алып кетпейді деп жатты. Сенгем жоқ. Мен жақсы баламын. Жақсы баламын. Өскенде мықты боламын. Адамдарды жақсы көремін. Олар да мені жақсы көріп кетер еді. Аздап қасымда ұзақтау жүрсе дейтінмін оларға. Мектепті бірақ сол балалар үйінде тамамдадым. Жақсы оқыдым, жақсы болуға тырыстым. Өмірде жақсы жоқ, жақсылық жоқ дегенге көнгім келмеді. Адамдарды ұққым келетін, оларды танығым келетін. Өзінде өзгенде қиянатқа оңай қия салуының себебін білгім келетін. Менен бас тартқан ата-анамды түсінгім келетін. Сол себепті үкіметтің демеуімен саналы түрде бірінші медицина саласын, артынан психология ғылымын зерттедім. Алғашында оңай болмады. Сабақ емес, оны қызығып құмарта сімірдім ғой. Қоғамға сіңіп кету қинады. Бөлексің дейтін олар маған. Қарапайым затты білмейсің, күлетін жерде күлмейсің, бірге қызық қумайсың. Адамнан жасқанып бойыңды алшақ ұстайсың. Қасыңа жолап кетсек, сұқтана қарайсың дейтін тағы. Әрине, ол кезде мойындағым келмегенмен адамға сенуден, бауыр баса салысымен қайта жалғыз қалудан қорқушы едім. Оның үстіне маған заң көрінген көп нәрсе еркін өскен оларға жат болатын. Бұл асқа 2 тілім наннан артық алмауымнан бастап-ақ білінетін. Бірақ мен олардан бөлек те емес, кем де емес едім. Мен де ең жақсыға лайықты едім. Сол себепті қайтпадым. Үйрендім. Өзгелердің бәріне мұқият қарайтынмын. Зерттедім. Үйрендім. Керегін алдым. Емесінен жирендім. Өзімді тәрбиелеуден жалықпадым. Ең бастысы өзім жайлы айтылған бірде-бір қисық сөзге сенбедім. Менмін деуші едім. Олардың мен жайлы дегені олардың ойы ғана. Маған еш қатысы жоқ. Сенуге де, мойынсынуға да міндетті емеспін. Мен нөсерлі күні өмірге жармасқан адаммын. Мен тірімін. Өзгеге емес, жаратқанға қажетпін. Бірділі екілі адамға емес, әлемге керекпін. Оларға айтарым бар, берерім бар. Дәл осы жолды жүріп өткенімнің өзі ұлы мән бар. Мен өзінен адасып, мейірімге шөліркегендердің өміріне нөсер боп жауғым келеді. Және бұл менің қолымнан келетін іс. Сіздің де деп сөзін аяқтаған келіншек сахнадан түссе де көпке дейін өзі түлеп өскен мектеп бітірушілердің жүрегінен шықпады. Кештен кейін де балалар бірінен кейін бірі кеп нөсермен оңаша сөйлесіп жатты. Ал оның жолдасымен бірге тәрбиелеп отырған 2 ұл, 5 қызы көпшілікке сусын тәтті нан үлестіріп шапқылап жүрді. Бұл балақайдың 5-еуі нөсердің дәл өзіндей тастанды. Бірақ қазір дәп қайсысы туған, қайсысы өгей екендігін нақты ажыратып айту оңай емес. Сенім ұлы күш.